бірінші негіз. Екінші негіз сенімді негізде. Данный жоқ, ешқандай нақты факті кіреді ғой, сол нақты факті. Жіберілген жолданымдар анонимді болған жағдайда және нақты фактілерді жазбаған кезде жоспардан тыс тексеріс ашылмайды. Оның бір-бірінен айырмашылығы қандай? Проблематикалық бақылаудың Қорытындысында тек қана біз ұсыныс береміз. Анықталған кемшіліктер бойынша ұсыныстарын береміз. Талаптары қандай? Қалай жүзеге асырылады? Кеше айтып кеттім. Онлайн түрде қағаздар арқылы, e-box сияқты, енді сіздер өздеріңіз берсе не екенін Қауіп қатер төніп тұрған кезде, жеке тұлғадан арыз шағым түскен кезде тексереді. нақты бұзушылықтар бойынша тексеріс алып сұрақтың оларға АПК алып сұрақ жеткілікті. Бұл деген